Акча жыйнап өнүмдөө, картамен төлөм, бул тууралуу ким айтат, алдануудан ким сактайт? Акча тууралуу ол айтат. Болса балаңыз рапшыл. Фин Батыр, каржы әлемінің кахарманы. Қалта пулдарың. Бүкіл отбасымен таңғы ас ішу қандай жақсы. Мұнда аналарының сүзбелі құймағы және риза кейіппен кофені ұрттап отырған әкелері, терезенің сыртында сайраған құстар және үстелдің бетіндегі күннің шұғыласы. Бір сөзбен айтқанда, керемет. Неге жайбырақат отырсыңдар? Ата-аналарың сүйікті жұмысына, ал сендердің мектепке кететін кездерің болды. Міне, портфелдерің, ауыстыратын аяқ киімдерің және қалта пулдарың. Содан кейін балалар бұл ақша неге қалта пул деп ойлана бастады. Бәрі түсінікті сияқты болғанымен олай емес. Бұл ақша, мысалы, самокатқа жетеді ме? Бұл ақша планшетке жетеді ме? Иә, бұл жерде біреудің көмегінсіз шешу мүмкін емес секілді. Акча жыйнап өнүмдөө, картамен төлөм, бул тууралуу ким айтат, алдануудан ким сактайт? Фин Батыр балаларға ерекше қаһармандықпен көз тастап, артық сөзсіз бірден түсіндіреді. Сөйтіп айта бастады. Күн сайын біз бір-біріне ұқсас көптеген әрекеттерді жасаймыз. Үйден шығамыз, қоғамдық көлікпен жүреміз. Мектепте оқимыз, түскі ас ішеміз, тағы да оқимыз, тамақ ішеміз, тағы да көлікпен жүреміз. Қайта оқимыз, және біз қайтадан көлікпен жүреміз. Сондай-ақ күні бойы біз аз бір шама ақша жұмсаймыз. Жол жүру билетіне, асханаға, шөлдегенде шырын алуға және тағы басқа. Бұл ақша әрқашан қалтада болады. Қалта пул деп аталатыны сондықтан. Бұл аз ақша болса да, ол өте маңызды. Бірақ кез келген шығын секілді қалта пулға да мұқият және құрметпен қарау керек. Мысалы, тамақты босқа тастамау үшін қанша керек болса, дәл сонша тамақ сатып алу қажет. Ауа райы жақсы болса және баратын жер алыс болмаса, жаяу жүруге де болады. Ал шөлді кейде дүкендегі шырыннан гөрі салқындатқыштағы тегін су жақсы қандырады. Қолдарыңдағы не нәрсе? Менің кеңесімді қабылдап, қалта пулдарыңды үнемдеп жинадыңдар ма? Жақсы, керемет. Енді жинақ сандықшаға салуға болады. Егер сендер күн сайын үнемді болсаңдар, онда жинақ сандықшасы тез арада тиындарға толатын болады. Қалта пул өте маңызды. Бұл біздің денсаулығымыз бен жайлылығымызды қамтамасыз ету үшін қажетті шығын. Қалта пулды ақылмен жұмсаған жөн. Егер тым көп жұмсамаса, онда күн сайын жинақ сандықшасы үшін бірнеше тиынды үнемдеп қалдыруға болады. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл тағы да мен, сендердің достарың Фин Батыр. Бүгін мен сендерге әлемде ешкімде болмайтын қалталы ақшаға арналған әмиян жасауды көрсетемін. Сонымен бізге бір парақ керек. Өздеріңе ұнағанын таңдай аласыңдар. Мен мынаны алдым. Енді оны жартылай бүктейміз. Тағы да. Тағы. Айналдырып, шетінен осындай жолақтарды бүктейміз. Мұнда кішкене желім қосамыз.
Ең қызығы, оны қалағанымызша безендіреміз. Және пайдалы іс жасадық. Әртүрлі ақшаны алып жүру өте ыңғайлы болады. Ақша жинап үнемдеу, картамен төлем төлеу, бұл туралы кім айтат, алданудан кім сақтай? Ақша туралы ол айтат, болса балаңыз рапшыл. Фин Батыр, қаржы әлемінің қаһарманы.